Тері астына инъекция, керекті құрал-жабдықтар, дәрілік заты бар ампула немесе құты, қажетті көлемдегі шприц, 70% этил спирті және стерильді мақта шарлары немесе спирт майлықтары, зарарсыздандырылмаған қолғаптар, қолды өңдеуге арналған антисептикалық сабын және тері антисептигі. В классындағы медициналық қалдықтарға арналған жәшік, А класты қалдықтарға арналған сыйымдылық. Негізгі процедура. Өзіңізді науқасқа таныстырыңыз. Аурухананың ішкі ережелеріне сәйкес пациентті сәйкестендіруді жүргізіңіз. Рәсімнің мақсаты мен барысын түсіндіріңіз. Пациентке қажетті ыңғайлы жағдайды қабылдауға көмектесіңіз. Инъекция орнын ашыңыз. Әдістемелік ұсынымдарға сәйкес қолды өңдеуді жүргізіңіз. Стерилді емес қолғап киіңіз. Дәрілік зат ерітіндісі бар ампуланы дайындаңыз. Ампуланың атауын, концентрациясын, дозасын, жарамдылық мерзімін, мөлдірлігі мен тұтастығын тексеріңіз. Спирттелген майлықты немесе спирттелген стерильді шарды алып, ампуланың мойнын жоғарыдан төменге қарай өңдеңіз. Ампуланы ашып, оны стерильді шардың көмегімен ашыңыз. Қажетті көлемдегі шприцтің жарамдылық мерзімін, қаптаманың бүтіндігін тексеріңіз. Шприцтің қаптамасын ашыңыз, оны жинаңыз. Шприцке дәрілік заттың қажетті мөлшерін алыңыз. Шприцтің қаптамасын және бос ампуланы А классына утилизацияға жіберіңіз. Қақпақшаны шешпей, шприцтен ауаны және дәрілік заттың тамшысын шығарыңыз. Инъекция орнын анықтаңыз. 2 стерильді шарды алып, 70% этил спиртпен сулаңыз. Инъекция орнын бірінші кен аймақты, екінші тікелей инъекция орнын 2 шармен өңдеңіз. Инъекция орында бос қолдың бірінші және екінші саусақтарымен бүктеме жасаңыз. Инені 30-40 градус бұрышта жылдам қозғалыспен иненің ұзындығының 2-3 бөлігін ұшын жоғары қаратып салыңыз. Поршенді сол қолдың саусақтарымен сәл тартып, иненің тамырға түспегенін көз жеткізіңіз. Препаратты баяу енгізіңіз. Инесі бар шприцті жылдам қимылмен алып тастаңыз. Инъекция орнын шармен немесе спиртті майлықпен басыңыз. Пайдаланылған материалды, шприцті, спиртті шарларды немесе сулықтарды Б классындағы медициналық қалдықтарды жинауға арналған ыдысқа кәдеге пайдаланып лақтырыңыз. Б классындағы медициналық қалдықтар үшін қолғаптарды шешіп, сол кәдеге жаратыңыз. Қазақстан Республикасының медициналық ұйымдары қызметкерлерінің қолдарын өңдеу бойынша әдістемелік ұсынымдарға сәйкес қолды өңдеуді жүргізіңіз. Тері астына инъекцияның орындалуын стационарлық науқастың медициналық картасының дәрілік тағайындаулар парағына, рәсімдерді есепке алу журналына құжаттауға міндетті.